Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге мектепке қош келдің балақай атты мектептің алғашқы күні немесе алғашқы аптасында немесе қыркүйек айы бойы ұйымдастыруға болатын шаралар туралы айтқым келеді. Менің есімім Айсәуле Сайлауқызы, ағылшын тілі мұғалімі боламын. Бұл видеода сіз мектептің алғашқы күні немесе апта бойы балаларды қызықтыратын және жаңа оқу жылының басталуын салтанатты атап өту үшін ұйымдастыратын шараларды біле аласыз. Тағы да көптеген идеяларға қол жеткізгіңіз келсе, менің мұғалімдерге арналған каналыма жазылсаңыз болады. Каналда халықаралық мектептердің оқыту жүйесі, мұғалімдердің қолданатын әдіс тәсілдерімен таныса отырып, жаңа идеялар мен көптеген пайдалы ақпарат алып, материалдарды жүктеп ала аласыз. Ал менің инста парақшамнан мұғалімдерге арналған пайдалы ақпараттарды алсаңыз болады. Мектептің алғашқы күніне бірінші идея мұғалімнен хат деп аталады. Қыркүйектің бірі күні әр балаға жеке хат жазып дайындап қоясыз. Жыл бойы оған айтатын кеңестеріңізді жазсаңыз болады. Одан не күтесіз, оның бойындағы жақсы қасиеттерін, немесе өзіңіз не жазғыңыз келеді, соны жазасыз да оқытып сынып ішіне сақтап қоясыз. Жыл соңында жаңа хатты алып, оқып, қорытындылаймыз, яғни жыл бойы қандай өзгерістер болды, мұғалімнің кеңестерін қолданды ма, үмітін ақтады ма деген сұрақтарға жауап аламыз. Хатты әр балаға жеке жазбай, сыныпқа бір хат жазуға да болады. Келесі идея өзіме хат деп аталады. Хат жазу ұзақтығы 2-3 күн, яғни балаларға 2-3 күн уақыт бересіз. Оқу жылының соңында ашып оқитын болашақ өзіңе хат жаз. Жылдың соңғы аптасында жыл бойы қалай дамып өскеніңді көресің. Хатты жазу үшін төмендегі нұсқаулықты пайдалан. Сен мектепке қатысты нені жақсы көресің, нені ұнатпайсың, сенің ең сүйікті және ең ұнамсыз пәнің қандай? Сенің қолыңнан ең жақсы не келеді? Сен үшін жасау қиын не? Осы оқу жылынан не күтесің? Нені үйренгің келеді? Сенің осы оқу жылына қоятын мақсаттарың қандай? Мақсаттарыңа жету үшін не істейсің деген сұрақтарды жазып, бір кішкене бетке жазып, распечатка жасап, таратып берсеңіз болады. Сөйтіп ол өзі осы сұрақтарға жауап беріп хат жазу керек. Егер кіші сыныптар болса, үлкендерден көмек сұраса болады. Хатын конвертке салып мұғалімге тапсырады. Жыл соңында оқып, өзінің жыл бойғы өзгерістерін байқайды, қаншалықты дамып өскенін сезінеді. Егер идеялар ұнап жатқан болса, лайк басып қойыңыздар. Әрі қарай кеттік. Келесі идея алғашқы күнгі сезімдер деп аталады. Балалар мектепке бірінші күн келгенде өздерін қалай сезінеді, соны анықтау үшін жасаймыз. Ол үшін бізге ақ үлкен ватман керек болады. Ол жерге 4 түрлі смайлик саламыз. Мысалы, қуанышты, көңілсіз, бақытты, қобалжулы деген сияқты. Балалардың аттары жазылған стикерлер таратып береміз. Өздері көңілдерін білдіріп, көңіл күйіне сәйкес келетін смайликтің жанына аттарын жабыстырады. Байқасаңыз, жоғарыда суретте балалар тек көңілді бақытты екенін көрсетпеген, өз сезімдерін ұғынып, шынайы жауап берген. Алғашқы күні көңілсіз болуда, қобалжуда қалыпты жағдай. Негізгі идея балаға сезімін ашық айтуды және үнемі бәрі жақсы бола бермейтіндігін көрсету. Міне жақыннан көрсеңіз болады. Мысалы, бұл жерде өте қуанышты деп 5 бала белгілеген, көңілсіз болып тұрған 2 бала көрсеткен, қобалжулы 4 бала және бақытты 5 бала екен. Осыны осылай анықтай аламыз. Яғни бала өзіңді қалай сезінсең де, ол қалыпты екенін балаға түсіндіреміз. Тағы бір керемет идея, біз осыны үйренуге асықпыз, немесе біз білуге асықпыз деп аталады. Ақ қағазға балалардың есімдерін және орын қалдырып үйренгісі келеді деп жазамыз. Мысалы, Аружан, сызықша қоямыз, бос орын, үйренгісі келеді. Аружан бос орынға өзі жазады, немесе мұғалім. Сурет салуды, оқуды, әңгіме жазуды, тағы басқа жауаптар сыныпқа байланысты болады. Мысалы, мына суретте қарасақ, Джесс сурет салып үйренгісі келеді, оқып үйренгісі келеді деген нұсқалары бар. Футбол ойнап үйренгісі келеді, жануарлар туралы үйренгісі келеді, кітап оқып үйренгісі келеді, және де басқа да. Әртүрлі варианттар бар. Келесі идеяда ақ ватманда орындалады. Біздің сынып уәдеміз деп жазамыз, немесе біз осы жылы уәде береміз.
жылы сөздер айтып мейірімділік танытатын боламыз, бір-біріміздің ерекшеліктерімізге қуанамыз, бір-бірімізді еститін және бір-бірімізге көмектесетін боламыз. Қиын болса да қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз деп жазамыз. Содан кейін балаларға жаңағы алақан суретін дайындап қиып қоюға болады, немесе сол жерде түрлі түсті қағазға өздері алақандарын сызып, қиып, аттарын жазып, жаңағы уәди жазылған ватманға жан-жағына жабыстырып шығады. Өте әдемі болады. Соны сыныпқа іліп қоямыз. Яғни балалар өз уәделерін ұмытпау керек. Жыл бойы сол уәделерді ұстау керек. Осы мәтінді өзіңіздің сыныбыңызға сәйкес қылып өзгертіп алсаңыз да болады. Келесі идея балық аулайық. Түрлі түсті балық формаларына оқушыларды тануға арналған қызықты сұрақтар жазамыз. Мектептегі сүйікті пәнің, ойыңдағы бір дарын, сүйікті мультфильмің, отбасың туралы айтып бер, жазғы демалыста қайда қыдырдың деген сияқты әртүрлі сұрақтар жазамыз. Балықтарға жазып, оларды үлкен бір банкыға немесе бір ыдысқа саласыз, аквариум сияқты әйнектен болған дұрыс. Содан балалар қолдарын салып, қайсы түседі, сол сұраққа жауап беру керек. Бұл идеяның маған қатты ұнағаны, бұл жерде балалар өздері туралы айтады, өздерінің сезімдерімен бөліседі, өздерін таныстырады, басқаларды да таниды. Өте жақсы, осыны міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал әрі қарай кеттік. Сыйлықтар. Жаңа оқу жылының басталуына орай балаларды қуантып кішігірім сыйлықтар дайындауға болады. Әдемі шіргіштер, қарындаштар, қаламсаптар, брелоктар, шарлар, тәттілер тағы басқа. Бірақ бұндай сыйлықтар қалтаңызға қатты тимеу керек. Менің халықаралық мектепте байқағаным, мұғалімдер міндетті түрде өздерімен бірге тәттілер сыныбына әкеліп қояды, қарындаштар, түрлі түсті ұсақ-түйек балаларға ұнайтын заттарды дайындап қояды. Аптасына бір күн, апта аяқталғаннан кейін балаларға соны ұсынады, жақсы оқығаның үшін деп, балаларды сол арқылы мотивировать етеді. Мектептің алғашқы күніне немесе басқа уақытқа да қолдануға болатын идея. Үлкен допқа өшірілетін маркермен балалардың жазғы демалысына қатысты сұрақтарды жазып, лақтырамыз. Допты алған бала бір сұрақ оқып жауап береді. Дәл солай сабақта өткен тақырыптарға да жасауға болады. Балаларға жаңа оқу жылына тосын сый жасағыңыз келсе, жыл бойы оқитын сыныптарын бір тақырыпта безендіріп қойсаңыз болады. Тематикалар ғарыш, мұхит асты, аралар ұясы, кемпинг, кемпір-қосақ, танымал мультхикая, ертегілер елінде тағы басқа. Сыныпты бір стильде безендіру және оны балалар үшін екінші үйге айналдыру жолдары ұстаздарға арналған идеялар каналында толық жазылған. Келесі идея мұғалімнің қорабы деп аталады. Оқушылармен танысып алғаннан кейін, оларда сіз туралы білу үшін оларға қорап ұсынасыз. Оның ішінде өзіңізге қатысты заттар болу керек. Мысалы, сары түсті шеңбер сіздің сүйікті түсіңізді білдіреді. Немесе бір жаққа саяхаттаған болсаңыз, сол жақтан әкелген сувенирлер, немесе сол жақтың фотосуреттері, бірақ ішінде өзіңіз болмауыңыз керек. Балалар алған заттарына қарап, сіздің қандай екеніңізді, сүйікті ісіңізді, отбасыңызды, немесе жазда қайда болғаныңызды табу керек. Келесі маған өте қатты ұнаған идея, ол уақыт капсуласы. Әр балаға уақыт капсуласын ұстатамыз, бір ақ қағаз береміз, ішіне бала өзінің бойын, осы оқу жылына жоспары мен армандарын жазады. Оқу жылының аяғында ашып қарайды, мүмкіндік болса фотосын салса да болады. Осы идеяны бірнеше жылға да жасауға болады. Мысалы, 5-ші сыныпта жасап, мектеп аяқтаған кезде 11-ші сынып бітіргенде ашып оқитын қылыпта жасауға болады. Капсула ретінде кез келген сопағы ыдыс болады, сыртында қағазды бояп, аттарын жазып жабыстырады. Дайын үлгісі каналда бар. Мектептің алғашқы күні фотосессия идеясы. Менің 4-ші сыныптағы алғашқы күнім деп жазып, картоннан фоторама дайындайсыз. Келесі жылы тек сынып санын өзгертуге болады. Қиын емес, керегі үлкен картон коробка, түрлі түсті өзі жабысатын қағаз, фонды жасауға да болады, немесе тек рамамен фотоға түсіре саласыз. Балаларда өте жақсы эмоция болады, мерекелерге де тақырыпқа сай қылып, осындай фотосессия бұрышын жасап қоюға болады.
Сынып әні немесе әнұраны. Қыркүйекке дейін өз сыныбыңызға ән дайындап қойыңыз. Сынып әнұраны үлгілерін ұстаздарға идеялар каналынан ала аласыз. Немесе өзіңіз шығарып алсаңыз болады, қысқа да жеңіл болу керек. Күн сайын сабақ басталмастан бұрын бірге айтамыз. Енді күн сайын айтуға мүмкіндік болмауы да мүмкін, аптасына бір рет. Ол мотивациялық болуы мүмкін, балаларды бір-біріне татулыққа шақыратын, оқуға деген құштарлығын оятатын сондай сөздерден тұру керек. Келесі идея менің, мысалы, бірінші сыныптағы алғашқы күнім. Достарым, мұғалімім, сезімдерім есімде қалады. Енді бірінші сыныпқа сәл қиындау болатын шығар, басқа сыныптарға жасауға болады. Осы бетті шығарып, балаларға толтыртасыз, жыл сайын жасап, сақтап қоямыз. Дайын үлгісі ұстаздарға арналған идея каналында бар. Мына жазбамен де бөліскім келді. Алғашқы күні мұғалімнің тақтаға жазып қойған сөздері. Кей балалар сенен ақылдырақ, кейбіреуінің киімі сенікінен әдемі шығар, кейбіреуі спортта сенен жақсы. Бірақ ол маңызды емес. Сен басқалармен жақсы қарым-қатынас жасайтын бала бол. Кең пейілді бала бол. Басқа адамдар үшін қуана алатын бала бол. Дұрыс әрекеттер жасайтын жақсы бала бол. Бұл әдемі сөздерді балаларға арнап жазған хатқа да қосуға болады. Осымен барлық идеяларды сізге таныстырып шықтым. Егер сізге ұнаған болса, біздің мұғалімдерге де, аналарға да, балаларға да пайдалы Көркем ТВ арнамызға жазылыңыз. Каналда басқа да мықты идеялар мен материалдар болады. Ал өз сыныбыңызды ерекше, бірдей дизайнда әдемі қылып безендіргіңіз келсе, біздің көрнекі сынып топтамасын алсаңыз болады. Ол да осы қыркүйектен бастап каналға салынатын болады.